Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаман жолдас. Мақсаты оқыған мәтіндегі кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауды үйрену, мәндес және қарсы мәндес сөздерді меңгеру. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Плохой товарищ». Сегодня научимся оценивать действия персонажей в прочитанном тексте и усвоим синонимы и антонимы. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: ұялу, стыдиться, қарт, старик, достық, дружба. Қайталаймыз. Ұялу, қарт, достық. Жақсы, келесі суреттер арқылы жаңа сөз үйренеміз. Балалар, қайталайық. Күшті, что значит сильный? Кәрі, старый. Сау, здоровый. Әлсіз, слабый. Жас, молодой. Және ауру, больной. Еще раз прочитайте эти слова и запомните их. Енді осы сөздерден антонимдерді тауып, сәйкестендіру керек болады. Ребята, приостановите видео, найдите и сопоставьте антонимы из этих слов. Теперь давайте проверим, правильно ли вы сделали. К слову күшті антоним на казахском будет әлсіз. Кәрі антоним жас. Сау антонимі ауру деген сөз екен. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Келесі мәндес сөздерді табу керек болады. Теперь нам нужно найти синонимы, подобрать синонимы. То есть к словам жолдас, друг, күшті, сильный, жаман, плохой, нужно подобрать синонимы. Приостановите видео и попробуйте это сделать. Теперь давайте проверим, правильно ли вы сделали. Жолдас синонимі болады дос, күшті сөзінің синонимі мықты, жаман сөзінің синонимі нашар. Жарайсыңдар. Теперь, ребята, запишите эти слова в тетради. Келесі суреттерге қарап мәтінді болжаймыз. Ребята, посмотрите на эти картинки. Теперь давайте попробуем по этим картинкам предположить, о чем же будет текст, который мы с вами будем читать. У вас есть варианты? Сейчас прочитаем текст и определим, правильно ли вы мыслите. Мәтін жаман жолдас деп аталады. Тыңдаймыз. Екі дос жолда келе жатады. Олардың алдынан бір аю шығады. Екеуінің бірі әлсіз, аурушаң еді. Ал екіншісі мықты жас жігіт болады. Осы кезде жас жігіт ауру жолдасын тастап, үлкен ағаштың басына шығып кетеді. Ауру жігіт ағашқа шыға алмайды. Ол жерге өтірік өлген болып жата қалады. Аю ауру жігіттің қасына келеді. Оны иіскейді де кетіп қалады. Жолдасына ағаштан түсіп, достым, аю құлағыңа не сыбырлады деп сұрайды. Ауру жігіт сонда, аю маған басқа дос тап, мұндай адаммен жолдас болма деді. Досы қатты ұялып төмен қарапты. Жақсы, балалар, еще раз самостоятельно прочитайте текст вместе с переводом. Келесі сұрақтарға жауап береміз. Теперь по этому тексту будем отвечать на вопросы. Бірінші сұрақ. Мықты жігіт неге ағаштың басына шығып кетті? Почему сильный парень залез на дерево? Екінші. Ауру жігіт неге жата қалды? Почему больной парень лег на землю? Үшінші. Мықты жігіт дұрыс жасады ма? Правильно ли сделал сильный парень? Төртінші. Сен не істер едің? Что бы ты сделал?
Ответы на эти вопросы голосовым сообщением отправьте своему учителю. Келесі үй тапсырмасы. Төртінші тапсырма 62-ші бет өз пікіріңді жаз. Нағыз дос қандай болады деген сұраққа. Ребята, в домашнем задании вам нужно будет записать свое мнение на вопрос, каким должен быть настоящий друг в 3 или 4 предложениях. Домашнее задание письменное нужно выполнить в тетради. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.